Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 2 қазан 2023 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта ғылыми танымдық әңгімемізді жалғастырып келеміз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, ұрпағына деген аманаты. Біз сол аманаттарды жеткізушілерміз. Құрметті әлеумет, біз біршама уақыт үзіліс тауып эфирге шықпай қалдық. Әртүрлі жағдайлар болды. Бізде сондай мәселемізге байланысты сіздерге тағы да бір ескертіп қоятын жайымыз, біздің әңгімеміз жуық арада аяқталмайды. Айтатынымыз көп, анықтайтынымыз көп. Бұл негізгі адамдардың саналық ұғымына тиісті, рухани ұғымына тиісті, философиялық мәнде ғылыми негіздемелерді анықтап жасауға бағытталған. Сондықтан әңгімемізді сарылап тыңдай берулеріңіздің қажеттігін біліп отырсақ дегіміз келеді. Енді біз өздеріңіз білесіздер, өткен жолы аққа Құдай жақ деген қазақтың негізгі рухани мұраттық нұсқа туралы түсінігінің сипатын анықтайтын сөз туралы талқылап келе жатырмыз. Сонымен біз жалпы ақылы орнында бар саналы адамның рухани мұраттық нұсқасы болады екен. Оны қазақ атамыз жаратушы Құдай деп атаған екен дедік. Ал сонда бүкіл әлемді жаратқан жаратушы Құдай қандай екен дегенде, қазақ атамыздың сөзімен ол, яғни жаратушы Құдай аққа жақ екен деп айтқан екен дедік. Қазақ атамыздың олай дегені, жаратушы Құдай аққа, адалдыққа, өмірге, жақсылыққа, әділдікке, рухани тазалыққа, саналы жанға өзі берген шығармашылық ізгіліктік қасиеттерге, тағы сондай ізгіліктік әрекеттерге жақ деп отырған екен деп отырмыз. Анықтай өтсек, рухани тазалық деген халық жадында сақталған көп дәуірлік, ғасырлық өмір сүру тәжірибесі негізінде саналы жанның жадында ұғынылып қалыптасқан құбылыс екен. Ал ізгіліктік деген халық жадында сақталған өлімге, өлім жақтастарына қарсы, яғни өмірге қауіп тудыратын жаман әрекеттерге қарсы ой, сезім, іс-әрекеттер жайын айтады екенбіз. Оны білесіздер. Қазақ атамыздың айтып кеткен тұжырымды аққа Құдай жақ деген сөзі әлемдегі бар саналы рухани құбылыстың алтын діңгекті мөлдір бастауын көзін ашып тұр. Бұндай рухани құбылыс бастауын білмей саналы адамда өмірдің мәні болмайды. Бұны әркім білу керек. Яғни қазақ атамыз айтқан бұл тұжырымды сөзден жаратушы Құдай жамандыққа, өлімге, жалпы қара ниетке, адамдар арасындағы сатқындық, екіжүзділікке, әділетсіз, зиянды, жаман іс-әрекеттерге,
жақ емес екенін білдіріп тұрғанын өте жақсы, анық түсінуге болады екен деп отырмыз. Яғни, өлім жаратушы Құдайдан емес екен деп отырмыз. Бұл құбылысты аса бас қатырмай, осы қазақ атамыздың қысқа етіп қана айтылған тұжырымды сөзінен оп-оңай ақ ұғып түсінуге болады екен. Сонда делік, саналы адам үшін бар бәлеге себепкер өлім дегенің жаратушы Құдайдан болмаса, сонда ол өлім дегенің қайдан шыққан деген сұрақ тұрады. Бұл сұрақ сол баяғыдан, жаратылыстан, қазақша айтқанда әлімсақтан, адам атамыз жаралғаннан бері келе жатқан сұрақ. Күн тәртібінен әлі бірде-бір түскен емес. Көкейкесті қалпында. Бүгінде барлығымыз сол сұрақпен айналысып жатырмыз. Ғылым, білім, өнер, ілім дегендердің негізгі қызметі соған бағытталған. Міне осы мәселе туралы сіз де ой-өреңізді, біліміңізді жеткілікті деп санасаңыз, ойланып толғанарсыз. Мүмкін өлімнің себебін табуға септігіңіз де тиер. Ол туралы, өлім туралы бүкіл әлем ойшылдары ойланып жатыр. Ізденіп келеді, іздеп жатыр. Сіз де ойланыңыз. Бұл сұрақтың шешуін кезінде әлемде ешкімде, адамдар жалаңаш жүргенде, әлі ешқандай да жеке философтар шығып пайда болып, ойланып толғанып үлгермей жатқанда, алтыннан киім киіп, тұлпарын алтынмен аптап жабдықтаған қазақ атамыз сол кездерде өз тұжырымын жасап, өлім туралы мәселедегі ұстанымын ақиқаттап, нақты шешімді тұжырымын анықтап қойған екен. Біз соны айтып отырмыз. Қазақ атамыз оны ғалымдық зердемен, ғылымдық ұғымда, бірақ түйір сөзбен аққа Құдай жақ деп тұжырымдап, саналы ұрпағына өз тілінде айтып кеткен екен. Ал біздің кінәміз сол, қазақ атамызға сенімсіз қарап, осы тұжырымды қасиетті сөзіне әлі күнге дейін ден қоя алмай отырмыз, түсіне алмай отырмыз. Неге? Неге олай болды? Сонда бізді қазақ атамыз айтқан сондай тамаша дүниетанымнан, қасиет тұнған өмір туралы рухани білімнен айырған, шатастырған кімдер деген сұрақ тұрады. Ойланыңыз, бізді дегеніміз қазақ атамның ұрпағын деген сөзіміз екенін түсініп отырған шығарсыздар. Осы қазақ атамыздың бір ғана сөзіне қарап ұғынсақ, бүгіндегі өлім деген тек Аллахтан, Алладан деп көптің құлағын шуылдатып жатқан сөздер, бейнелеп айтсақ, сол сумаң тілді, жылан әріпті, басы жылан сияқты араби исламдағы өзінің рабысына, Аллахына деген түсінікке арналған. Ұғымға қарай негізделгенін білеміз. Осы індетті, ауру әкелетін сумаң тілді, жылан әріпті, жылан басты сияқты жұқпалы араби сөз, ұғым қазақтың санасындағы, сөзіндегі, тіліндегі, жаратушы Құдайға да жұқтырылып, таңылып кетіп жатқанын көріп отырмыз. Біздегі адамдарда бүгінде осының ара жігін ажыратып ойлана алу деген қабілет, түйсік мүлдем жеткіліксіз жағдайда болып қалғанын көріп отырмыз. Бүгінде осы бір өте қауіпті вирусты сөздің, араби түсініктің, ұғымның барысы қайда, қандай рухани құлдыруға апара жатқанын Қазақты, тіпті Орта Азия елдерін әлі ешкім аса түсініп отырмаған байқап отырмыз. Міне, осындай жағдайға қарап, жаратушы Құдайға нақақтан нақақ қарадақ жағу, оны білмей жатып, оған өте қатты ауыр жала жабу деген өте жаман, оңбағандық нәрсе деп түсініп, батыл түрде тұжырым жасау керек деп отырмыз. Бұдан жаратушы Құдайдың өзіне сондай үлкен масқара, ауыр жала жабылып жатқанда, әшейіндегі жай адамдарың не көрмей жатыр десеңізші, ойлана беріңіз. Масқара ғой. Міне бар мәселенің
ала торы, жыланның басты тілі сумаңдаған ер денесімен қайдан шығып тұр, соны біліңіз. Рухани, шындық, өнер, ғылым періштелері бізге, сіздерге осылай айтып жеткізіп отыр. Біз соны айтып жатырмыз, құрметті әлеумет. Шешімдеріңізді бір жақты етіп өздеріңіз ойланып таба беріңіздер. Көріскенше аман сау болыңыздар.